мойындау керек. Сенде жаман әдеттердің бар екендігін сен білдің, бірақ олардың қандай салдарға әкеп соқтыратынын білмедің. Достармен бірге тәтті тағам жеп, PlayStation ойнап жүре бердің. Ол әдеттерін қазір оңай әрі жақсы болып көрінгенмен де болашақта қандай қиын өмірге тірейтіндігін сен точно білмедің. Себебі оңай іс-әрекеттер өте қиын өмірге әкеп соқтырады. Ал өте қиын іс-әрекеттер өмірінде жеңіл қылады. Күшті айттым, бірақ сен бұған өзіңді кінәлама. Барлығымыз бұдан өттік қой. Мен де мысалға 8 жыл бойы компьютерный ойындарды ойнадым. Мен де тура сендер сияқты мынандай тәтті фастфудты жеп, қайдан бір пульт, Netflixті қосып ап, деп жаттым көріп ийтіп. Потому что осындай өмірде бола тұра, мен де өзімнің өмірімді өзгерткім келді. Мен де YouTube'ты ашып, анандай саморазвитие деген каналдарды көре бастадым. Саморазвитие, яғни ол өз-өзіңді дамыту. Мысал, қазір сендер көріп отырған менің каналым, ол да өз-өзіңді дамытуға бағдарланған. И осындай каналдарды көре бастаған кезде, бұлар мен үшін бір Америка болып көрінді ғой, Америка. Бір жаңадан бір открытие ашқандай болдым. Мен ар жақтағы барлық беріп атқан кеңестерді губка сияқты өзіме сіңіріп, барлық айтқан нәрселерді орындай бастадым. Таңертең тұрдым, в 5 утра тұрып жүгірдім. Күнде 3 литр судан ішіп отырдым. Тренажерный залға жазылдым, плаваниеға қатыстым. Өзімнің барлық бір жаман тамақтарым, тәтті тамақтар, фастфудтар, нан, барлығын қиып тастадым рационнан. Барлық кітаптарды оқи бастадым. Бұның барлығы, конечно, өте керемет әрі жақсы ғой, бірақ вот как только кішкене мен шаршап, анандай депрессияда болып, біраз болсын анандай жалқаулығым стап, анандай заниматься еткім келмей, өзім тырысқанымды қоя бастасам, сразу барлығы өзінің қалпына келе бастады ғой. Бірден мен қайтадан компьютерный ойын ойнай бастадым, қайтадан анандай болмай қалған тамақтарды жей бастадым. И кім, осылайнан занимация етіп өз өмірін өзгерткісі келді, бұлар да как минимум осындай проблемамен кездесті. Өйткені олар да, мен де біз бір нәрсені түсінбедік, бір нәрсені былайша айтқанда білмедік. Бұл не нәрсе сонда? Бұл өте маңызды нәрсе, өте. Бұл не нәрсе десең, қазір түсіндіремін. Қарапайым бір мысал келтіріп жіберейін. Сен досым, қарапайым фокусты жақсы көресің ғой. Ендеше мұнан қара. Мынау, допустим, рәзіңке жатқан сен деп ойлайық, бұл сенсің. Сен қазір мақсатын мынада, сен мына бір точкадан, мына бір точкаға қарай жылжығың келіп тұр, өмірінде өзгерткің келеді. А точкасынан Б точкасына қарай. И сен аласында өзің күшіңді салып отырып, алдыға қарта ұмтыласың ғой бүйтіп. Мынау сен жеткің келіп отқан конечный точкаң ғой. И сен осыған қарта ұмтыласың, тырысасың. И как только осы сен тырысып жатсың да, біраз ғана со тырысуыңды тоқтатсам болды, сен қайтып өзінің бастапқы нүктеңе қайтып келесің. Көрдің бе проблема неде болып тұр? Бұл жерде, яғни саған бастапқы нүктеңді өзгерту керек болып тұр. Бастапқы нүктеңді, яғни құр ғана бейтіп бір шетінен қарата өзіңді өзгертуге тырыссанда сен бәрібір өз ең бастапқы базовый нүктеңе қайтып келе бересің. Ол үшін саған мына нүктені өзің былай жүре бастаған сайын мына нүктені өзімен бірге тарта бастау керек. Сол кезде ғана сен түпкілікті деңгейде бір жерден екінші жерге қарай ауыса аласың. Бұл бастапқы нүкте не десең, мен саған айтайын. Бұл сенің психикалық денсаулығың. Егер де сен досым өте көп тәтті жей берсең, прям өте көп бетін жарылғанша жей берсең, бұл сенің психикалық денсаулығың дұрыс емес екендігін айтады. Біз тәтті тамақтарды немесе мына бір фастфудтарды
жей бергіміз келетін себебі біз мына қоршаған ортадағы депрессия мен стресстен өзімізді құтқарғымыз келеді. Бізді бір нәрсе гложет етіп жүр. Біз бір нәрсені өзгерткіміз келіп жүр. Біреу бізді ренжітіп жүр. Біз соны өзгерте алмай жүргендіктен біз өзіміздің утешениемізді тамақтан іздеп жүрміз. Себебі компьютерный ойындар ойнау, жаман тамақ жеу единственный бізді мына бір түнерген өмірде қуантатын нәрсе болып тұр. Жаңағы айтқанымдай, сен өзіңді өзгертуге тырысқанымен де, қаншама тырыспасаң да, сен өзінің базовый точкана қайтып келе бересің. Сен өзім деген тұлғана қайтып орала бересің. Сонда қалай бұны өзгертсе болады? Бұның шешімі неде деп сұрасан, жауабы саған өзіңді тұлғалық деңгейде өзгерту керексің деп айтам. Ең біріншіден саған өзіңнің кім екеніңді біліп алу керек. Қазір алда көзіңді жұмды, өзінен сұрап көрші, мен бұл өмірде кіммін деп. Бұны білу өте маңызды, себебі сенің компьютерный ойындарды тоқтамай ойнап жүрген себептерінің бірі, возможно, сен өзіңді киберспортсмен ретінде көріп жүрген шығарсың. Біріншіден сен өзіңді кім ретінде және де қандай тұлға ретінде көретінді анықтап алу керексің. Кейбіреулер айту мүмкін, ең бастысы бір нәрсе болсын жасап баста, бірден кесте сол кезде арықтайсың дейді. Но қалай сен арықтайсың, егер де сен до сих пор өзіңді маймақ ретінде көріп тұрсан? Сен, может быть, как-нибудь 1-2 килограмм болсын тастау мүмкінсің, бірақ бұдан сен қатты бір ләззат алмайсың, өйткені сен до сих пор өзіңді маймақ ретінде көріп тұрсың. Поэтому любой өзгеріс, любой ең алдымен мына мидан басталу қажет. Күнделікті өзіңді айнаға келіп осылай қарап, мен атлетпін, мен спортсменмін деп айта берсең, өзіңді спортсмендермен қоршай бастасан, күнделікті ютубтан олардың қалайша тамақтанатынын көріп, өзіңде тура солай тамақ ше бастасан, тура солар сияқты тренировка жасай бастасан, сен автоматом олардың қатарына қосылып кетесің. Егер де досым сен қыздармен танысудан қорқатын болсан, онда саған берер ең күшті кеңесім 5 минут бойы көзіңді жауып, мен гигачатпын деп ойлай баста. Мен гигачатпын, маған барлық қыздар менен безума. Менде гигачатқа қыздарды сындырып тастау ешқандай қиындық туғызбайды. Мейлі басқаларға айтпай қой, мейлі ешкім білмей қойсын сен гигачат болайын деп жатқанды. Ең бастысы бұл жерде сен өзіңді сол гигачат ретінде көре бастасан болды. Мен гигачатпын. Анау менің мектебімдегі ең сұлу қызды көріп тұрсыңдар ма? Ол мені жақсы көреді, бірақ қазір ол өзінің мені жақсы көретінін тура айта алмай жүр, ұялып жүр деп ойлай баста. Бұлайынан ойлай білу өте мощный қабілет болып саналады. Бұндай сенім арқылы сен универіндегі кез келген по-любому любой қызды сындырып тастауға деген шансың көбейеді. Себебі сенде дұрыс наным сенім бар. Бұндай сенім арқылы сен бірден богатый качок болып кетпейсің. Бірақ сондай болуға базовый фундамент туғызасың. Егер де досым саған бұл видео ұнаса, сен оның мотивін дұрыс түсінсең, онда лайк қойып каналға подписаться етші. Және де өзіне деген сенімділігіңді еш уақытта жоғалтпа. Келесі видеоларда кездескенше.